Келесі кезекте адал ризық турасында ойналатын сахналық қойылымға бермекпіз. Қарсы алыңыздар, өнер қырандары. Стиль қойса қойса, да? Білмеймін, бір түрін болып тұр, мен бұрын соң істеп көрмегенбіз ғой, енді бұндай нәрсе. Не болды саған? Еркек емессің ба? Еркек сияқты ұстайшы, еркексің ба? Еркекпін ғой, енді бірақ еркек болғандан да енді еркек болғанда. Сен өзі еркексің ба? Неме күмәнданып тұрсың еркек екеніңе, а? Давай, жинал, Еркекпін, ал, бұл. Давай, жинал, бүгін жұмыс жасайтын күн, бүгін. Неме тұғылып тұрсың, еркек сияқты тұрсайшы сен, не болды? Енді, біреу танып қойсақ едім. Жұлдызсың ба не? Біреу танып қоятындай? Онда өлең айтып тұрсың мына жерде. Алматының түндер-ай деп тұрсың онда мына жерде, Жоқ, енді ауылдан біреу кеп қалсаң енді, елге не деп айтып барады? Үйдегілердің барлығы мені базардың охранасын начальнигі деп ойлайды ғой. Не, кім? Начальник охрана. Немене өлесің, Ешкім естімесің ба? Кім? Қайтып кім? Начальник охрана. Сен начальник охрана, Елестетіңізші, начальник охрана, да? Біреу темекі шегіп тұр қасына келіп, өтініш, темекі шекпеңіздеші, мен начальник охрана едім. Деп, ананың бәрін жинап, өзің барып мусорный ящикке салып, тазалап жүретін шығарсың сен начальник охрана болатын болса. Арманчик, мен саған қалжыңдап тұрған жоқпын, шынымды айтып тұрмын. Мен де саған қалжыңдап тұрған жоқпын, Макс. Кім жұмыс керек деген? Сен ба? Кім әке-шешеме көмектескім келеді, ақша тапқым келеді деген кім? Сен ба? Сен мына тұрумен не өзіңе, не әке-шешеңе көмектесе алмайсың. Бұл серьезный жұмыс. Серьезно қарау керек бұған. Біз бүгін курс ұстаймыз, нормально ақша жасаймыз бүгін. Есің жи. Қашан маңға базарда тәшік тасып, жүгері сатып жүресің, Нормально ақша жасап үйренбейсің бе? Мына тұрыңнан үйде машинадан алмайсың сен. Арманчик, сол ташкент теріп жүгері сатқам жақсы еді, одан да адал ғой ақшасы. Ал қазірше түні бойы ұйықтай алмай қорқып шығам, шын айтайшы бар ғой. Тегін ірімшік тек тышқанның қақпанында болады, есің жи. Мелкий жұмыс, мелкий ақша. Крупный жұмыс, крупный ақша. Біздікі серьезный жұмыс, Арманчик, Макс, сәл шыдасаң, мен ертең вор в законе боламын. А мен ше? Сен не в законе боласың. Қалай сонда? Не қыласың ол, қазір бүйтеміз, қазір қара. Ана адамды көргім келатқан. Келатып көрдің бе? Қазір мен амандасам, сөйлесем, сен желеп қалтасынан портмонен аласың, арғалай не істейсің, айтшы, не істейсің? Портмонен алам, ішіндегіні ақшасын аламын да портмонесін лақтырып жіберем. Ақымақ! Лақтырып жібермейсің. Ол іздеп қиналу керек қой. Мусорный ящикке саласың. Біз адал ұрымыз, есің жи, адал ұрымыз. Мусорный ящикке саласың, документ болсаңыз көру керек қой мынау. Міне келдім аман. Базар қайда? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз көке? Уағалейкумассалам. Денсаулығыңыз қалай? Жақсысыз ба? Жақсы. Бері қарасаңыз көке, қойды қанша деп жатсыз? Қанша болғанда енді бұл базар біледі ғой. Енді келе жатырмын. Базарды қайтайсыз? Саудасын келісіп тастап кетсеңізші, базарға кірмей қалып қалайық та осы жерде. Онда тіпті жақсы. 25-тен кем бермеймін енді. Осыны алсаң алып қаласың. 25 дейсің бе? Иә. Неге сатып жатсыз бұны? Күштік па? Ана баламның оқуының ақшасын төлейтін бүгін соңғы күн еді ғой. Соңғы ақшасы қалған. Соны төлейін деп бүгін соңғы қойды сатып отырмын ғой. Дұрыс. Соны енді қаншаға бересіз беретін жерін? Алсаң саған 22-ге бере салайын. Ала салмай. Болды көке, таңғы сауда болсын, берсеңші 8 мыңға. Не айтып тұрсың сен? Не болды? Қарасайшы, қоз емес, қой ғой. Таңғы сауда болды, не болды? Адам деп кеп тұрмын ғой мен сендер. Көке, әмен түсіп қапты. Ойбай. Жерден тауып алдым. Ішіндегі сүтті көл екен. Рахмет. Айналайын, рахмет. Жақсы аға, жолыңыз болсын. Ақымақ басың істей ма? Мен саған портмонен алда қаш дедім ғой, жаққа барып ішін қара дедім ғой. Қорқақ неме? Қорқып тұрған жоқ, мен көріп тұрсың ғой енді. Баламның ақшасын төлеуім керек деп жүр ғой, енді аяп кеттім. Оның ішінде портмонен ішінде 2000 теңге бар, оны не істейсің? Онда 2000 теңге бар.
Сенде көк тиын да жоқ. Ода 2000 теңге бар. Сол 2000 теңге сен алғанда екеуміз қазір асханада отыратын едік, каша жеп компот ішіп. Сенің айтқаның қайда, маған жұмыс жасау керек, ақша табу керек дегенің қайда? Ала бла 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 бәрі сенің әңгімеңнің. Иә, ақша табуым керек, әке-шешеме, туған-туысқаныма көмектескім келеді, бірақ бұлай емес, өз еңбегіммен. Тұқытер ақша керек па? Иә. Есің жи, қара маған. Қазір бізде 22.000 теңге болады. Соң жартысын саған беремін. Ал оны қайдан аламыз? Айдан аламыз. Кеткен жоқ па қой сатуға? Иә. Қазір фук еткіземін барамыздар. Түсінің ба? Тиіспей-ақ қойшы, баламның ақшасы оқуында төлеуім керек деп тұр ғой, басқа жоқ, соңғы қой деп тұр ғой енді. Қой деймін саған, қара. Әне, екінші жертва келеді. Екінші жертва келеді. Тұр, асықпа. Келсін, қазір сөйлесеміз. Сен иығын қақ. Алло. Күтем, түсінің ба? Иә, iPhone 6 алам ғой. Мықты телефон екен. Иә, қазір келісеміз ғой сол кезде. Жақсы, жарайды. Бауырым, иығыңда бір нәрсе тұр. Көрдің ба? Қара, новый iPhone, 7-й, біз байымыз деп айттым ғой мен саған, түсіндің ба? Енді не істеймін? Ассалаумағалейкум жігіттер. Мына жерде телефонымды көрген жоқсың ма? Жоқ, көрген жоқпыз. Не, қандай телефон? iPhone ғой, ағамның iPhone-ы. Енді ағаңнан сұрасай, бізден алып сұрап тұрсың. Көрген жоқсыңдар ма? Енді ағам сол iPhone-ды базарға ұстап келеші деп сұрап алған едім. Қалталарын қарасайшы, бауырым, не ол сасқалақтап? Қалтаңды қарасайшы. Артында бірдеңе томпайып тұрған. Портмені ғой ол. Не? Портмені. Портмені ма? Не істеймін? Бергеш, мына қара, міне. Жоқ қой. Қарасайшы, көрдің ба? Жоқ. Вот, әне, ана қарасайшы, ұстау ананың бәрі не емес па сол? Әне. Не болды, асып кеттің ба? Жоқ. Енді. Портменім жоқ. Портменім жоқ. Не істеймін? Жаңа ғана бар еді ғой, қалай портменім жоқ болып кетті? Толдашы сен. Бауырым, не болды? Менен көріпсің ба сонда? Көзіңе қара, мен портмен алған жоқ, бұр емеспін мен саған. Не болды саған сонша? Сенде бар ма? Жоқ, менде нем бар? Жоқ деп, алған жоқ менде. Давай, істемеймін. Қазір келем мен. Алыш, не істеймеді? Мені өлтіретін болды ғой, не істеймеді? Тұрады, ашыламаш, өлмейсің, ажалың жетпей өлтірмейді ешкім сені. Тұрады, байнама, қазір портменің табылады, қазір тұрады, істеп көреміз. Барым, мынау ма? Менікі? Сен қақта болдың? Мусорный шашке тауып алдың. Қақтан білесің, жәшікке жатқан. Арманшық бастайын, сол шашке тасап кетеді ғой. Кім дейсің, арманшық? Жоқ, карманчик деймін, карманчик. Карманчиктер көбінесе сол жерге тастап кетеді. Ішінде не бар еді оның? Ой, оңбаған. Банковский карточкамды алып кетіп қалыпты ғой. Карточка ішінде ақша бар ма еді? Апам мен атамның пенсиясы бар ғой. Не істеймін енді? Байындамаш бауырым, оның ақшаны аламайды ғой бәрібір. Оның кодын білмесе аламайды ғой. Шынымен де кодын білмейді ғой, иә? Аламайды, байындама бәрібір. Тем более қиын ғой. 0808 ғой. 0808 дейсің ба? Қаттық. Яқты ма, еле? Ең бастысы, бейт, сен оны блокировка қойып тастасаң, болды, ешкім аламайды ғой, шын айтамын саған. Шынымен мен кеттім, онда блокировка қойын, онда ертең кетемін онда. Сен қаға барасың енді? Полицияға. Не үшін? Енді арыз жазып, соны енді iPhone тауып берсін да, енді телефонын тауып берсін енді. Енді жазбай қойса, не аласың арыз жазып? Ол полициялар тапқанмен бермейді саған, өздері алып алады дейді ғой. Жазбай қойса, бауырым, не аласың? Енді арыз жазып аналарды ұстатып, соттатты көріп. Енді жазбай қойшы өтініш, енді өзіміз бір нәрсе тауып аламыз ғой жерден. Ертең жазсай, сен бүгін жазбай тұра тұрсай, жоқ, бара берейін. Солар тауып береді. Бауырым, бармай қойсы сен. Барам. Бүгін бір оқпен ек қоян аттық, Макс. Бүгін бір оқпен ек қоян аттық. Сен атасының, апасының карточкасында нең бар еді? Ненің? Карточкасында нең аласың? Байқұсы атасы мен апасының пенсиясында зорлығын көріп жүрген кезде карточкасында нең қалды?
Қой, атасы мен апасының пенсиясына күн көріп жүр ме екен? Онда атасы мен апасының платын түсірген екен ғой, iPhone 6 ұстап алыпты ғой. Ол емес, ағасының ол iPhone. Қойш. Так, өзі қайда кетті? Полицияға кетті, қазір берем дейді. Бәрібір таппайды, телефонды өшіріп, сим картасын лақтырып тастады мен. Ал карточкасы қайда? Вот карточка проблема. Неге? Кодын білу керек болды. Кодын 08. Ау, 08? Өлсеңіз де таппайсыз деп отқаным ғой оны енді. Көріп көлемессің ғой енді оны. Коды болмаса анамайсың ғой. Арман, жарайды. Бүгін негіз бізге жақсы күн болды. 7 мың теңгені салып қой қалтаңа. Бұл соткының ақшасы ма? Сотқы сатылған жоқ қой әлі. Жаңа қойшы 22 мың. Қойды сатты ғой, ақшасын бұл кеткізді. Арман, айттым ғой мен саған сол көкеге теспей-ақ қоя ұсташы. Баласының оқуының ақшасын төлейін деп жүрді ғой, немене қаласың одан? Есің жи! Неменеге біреуге жаның ашиды сенің, а? Саған сөйтіп біреудің жаны аши ма? Ал мынаны, ал! Есің жи, не деп тұрсың сен? Ақша керек емес па саған не, а? Керек. Енді? Бірақ, Арман бар ғой, жұмыс істеп жүргеніміз бар ғой, адал емес сияқты бар ғой. Адал емес дейтін сен кімсің? Ал дегенде алмаған, ал дегенге зар болар дейді. Қайдан білесің, олар да біреуді зар жақ қылып жылатып алып жүрген ақша шығар. Зато біз ешкімге тиіспейміз, ешкімді ұрмай соқпаймыз. Құдайдың бергенін аламыз. Міне, олар білесің бе, ертең бір күн іздейді айфон, 2 күн іздейді. Білесің ғой біздің қазекеңдер 3-ші күні. Қойшы садақа дей салады. Сөйтіп де, ақша, міне, біздің қолымыз. Сонда бізде садақалы жүрміз ғой не? Міне, сенің айтып тұрған ақылыңнан айналайын, біздікі садақа. Сәйшіда, өйтіп жүре бермейміз, ертең көтерілеміз. Жоғары қарай шығамыз, жақсы үкіметтің жұмысын жасайды. Солай жасайықшы, Арман, басқа жұмыстар емес, сол үкіметтің жұмысына пенсионный төлеп, салық төлеп деген не? Ондайды айта алмаймын енді. Біздікі жеке кәсіпкер ғой, бизнес қой біздікі. Қандай сонда ғой? Алик, Малик, Шарик деген білесің бе? Үлкенді стаканмен ойнатады ғой, бит-бит. Соған көшеміз ертең бұйырса. Ол мемлекеттікі ма не? Білмеймін, бірақ лицензия ала қоймаған дейді ғой. Бірақ жайлап братандар көтерілсе ертең бізде тартады ғой сол жаққа. Сөйтіп мемлекеттік жұмыстарға кетеміз. Қандай ол мемлекеттік? Көп қой, игровой автомат, букмекерский контора дейді. Ең үлкендері бар оның. Казино. Вот. Соларды барлығын мектеп мемлекетке тіркелген ба не? Конечно, барлық жерде тұрған жоқ па қазір? Бүкіл торговый домда, бүкіл мекемелердің алдында тұр ғой, барлығы ойнап отыр ғой қазір соны. Сол ойнайды бәрі, Ойнайды, олардың өмірі де, жұмысы да біздікі сияқты ғой айырмашылығы. Біздер тек сыртта жүреміз, олар іште жүреді деген сияқты ғой, түсінесің бе? Бірақ бар ғой, солар бар тапқан ақшасын алады да соған бар салып жібереді, обал ғой айтшы. Несі обал, На то есть лохотрон, өзі айтып тұр ғой, лохотрон деп. Лоқтар келеді міне, қара. Бүйтіп, қармаққа өлі шылаушынды ілесінде фук етіп тастайсың. Лоқтар өздері келіп ілінеді, фук ілінеді, аласында қуырып жейсің. Без лоха жизнь плоха дейді өзбектер. Вот. Өзбектерде орыстың мақал ғой? Қойшы, мен өзбектерден естідім бұны. Көкем келеді, тыныштыр, көкем келеді. Тыныштыр, ештеңе білмей. Сол деймін да, барған кезеріңдер. Қайда кетті? Кім алып кетті? Қайда түсіп қалды екен? Ай, балалар, ақша тауып алған жоқсыңдар ма? Левовкаға қойды сатып жібердіңіз ба? Сатқан ғой сол. Ақшам қай жерге қалай түсіп қалған білмеймін. Түсіріп алдым ақшамды. Ұрлап кеткен шығар біреу? Қабая, баламның оқуының ақшасын төлейін деп отқан ақшамды оқудан шығарып жіберетін болды ғой енді. Жоқ, енді бір ұрлап кеттім. Мүмкін емес ұрлау оны. Іш киім жаққа тығып қоймайым ғой. Енді оны таппайды шығасыз бар көке. Неге? Енді ұрлап алған адам бәрі қайтармайды ғой деп жатқаным ғой енді. Соған бар ғой сол ұрлап алса соған бұйырмасын сол ақша бар ғой. Құлқынына тұрып қалсын. Вот ақшасы өртеліп кетсін. Сол ақшамен бірге өзі өртеліп кетсін. Жолы болмай қалсын. Айын көкпет баласы бектақ болып кетсін. Қарамасаң шүке. Ол да біреудің баласы ғой. Немен қарап отырсыз? Немен орнайды ол? Енді ол да бір ақшаны алып әке-шешесіне көмектескісі келіп жатқан шығар, қаяқтан білесің? Сонда сенің әке-шеше да біз әке-шеше емеспіз ба сонда? Маған не үшін айтып отырсың? Кешір, ашуланғанда саған айғайлап жіберіппін ғой. Саған емес, анаған айтып отырғым. Мен не істедім бе көке сізге? Ай, сен емес, ана ақша ұрлаған адамды айтып отырмын. Қайдан білесің? Сендер неменің өздерің қуыстанып отырсыңдар? Жоқ, қуыстанып отырған жоқ, көке айта беріңіз, маған қарап, оған деп айта беріңіз маған, Жоқ енді көке, уайымдамаңыз деп жатқанымыз ғой енді.
көке мынаны алыңызшы. Ақшаны алыңыз. Ей, қой бөлген керек болады. Бұл жоқ, балаңызға көмек болады. Оқуын ақшасын төлейсіз көке. Менің көмегім болсын аға, ала қойыңыз. Рахмет айналайын, бұл да үлкен көмек қой маған. Көп рахмет айналайын. Өзің бір менің балам қатарлы бала екенсің. Көп жаса айналайын. Ауырма, ешқашанда Алла алдыңнан жарылқасын. Бақытты бол. Әке шешең аман болсын. Ей, қу дүние. Бағана қарғабат еді. Ақша беріп, бата беріп жіберді ғой. Ай, қу дүние не істеді дейді. Көңілім босап кетті ғой. Айдамаса, бәрі сұлады. Баламның оқуының ақшасын өмір бойы кредитпен төлеп кеп, соңғы 20 мың теңгесі қалғанда шығарып жіберсе бәле ғой. Өзі сол бала туылғалы бері тегі бір кредиттен арылмай-ақ қойдық тегі. Өзі сол кредитный бала болды енді, шыны керек бар ғой. Енді көке енді кредит алмай шығарсыз енді. Қалай алмайсың ғой, ертең үйленбей ма ол? Немерелі боламыз. Ой, аласың ғой, алмай дейміз. Соны тегі жоламай-ақ қояйын деймін. Бірақ тегі білмеймін, дуалап алған ба солар? Жоқ әлде ауру ма? Бір ақша көріп керек болса, алмайым дейсің, бір қарасың, банктың алдында ақша санап отырасың. Сол, білмеймін енді. Ақшамды. Жарайды енді, айдамайыз енді, бәрі дұрыс болады. Болайын, мүмкін біреу алып қойған шығар. Тауып қойын. Көке, кім алғанын айтайын ба? Нені? Ақшаны. Кім алды? Айтсам сенбейсіз ғой. Кім? Біз алдық көке. Ай-чай! Қалжың бастан! Сендер сияқты ұры көрсем бар ғой, көзім шықсын ей! Ақшаны біз алдық деп қой, қалжың басын! Ой, қатырады! Сендер ұры емес, сендер мені құтқарушысыңдар ғой, қойшай! Біз алдық деп қояды! Сен есің дұрыс ба? Ақымақсыз ба? Неге қайта салдың? Нең бар? Біздер сондаймыз ғой, шын айтқан адамға сенбейміз. Өтірік айтқанда сенеміз, да? Көрдің ба? Сенбейді ол бізге кейіннен, қара. Оны не аласың, Арман? Ертең біздер мына жаққа барып өзі... Опа, анан қара. Шалды көрдің ба? Ана шалды қара, ауылдан келе жатыр. Явно ақшасы бар. Мал алуға келе жатыр. Қайсан ау, атын байлап тұрмақсың ма? Қазір мен қағам, сен сразу келесің де қалтасын қарайсың, түсіндің ба? Давай, келе жатыр, дайындал, Макс, дайындал. Ой, көзіңе қарап жүрсің сен. Байқап жүрмейсің бе? Немене біреу жоғалтып алдың ба не? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам уа рахматуллахи уа баракатух. Опо. Қай бала болдың сен? Танисың ба мен? Мен мына жақта тұрмын. Жоқ, сақалыңызды сыйлап көріп амандасып жатқаным ғой. О, міне, дұрыс, айналайын, атаңа рахмет сен, міне, сен істеген ісің дұрыс мынау. Нағыз мұсылманға сай істеп тұрсың. Өткен-кеткенге сәлем бер. Міне, нағыз мұсылманды көргенде сәлемін ала тұра жүгіру керек. Міне, сен қараш, қандай керемет істеп тұрсың. Ай, бұрындары амандаспаса қорқушы еді. Неге амандаспады екен? Бұл жау ма кім өзі деп. Қазір күнде амандасса қорқатын болды. Неге амандасты екен мынау деп. Неге амандасып жатыр деп. Ай, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өзі айтқан. Қараш, қияметтің белгісі дейді. Адамдар тек қана таныстарына ғана сәлем береді дейді. Неге? Бұл сәлем деген біздің дініміздің аты ғой. Ислам деген осы сәлем деген сөз ғой. Екі мұсылман амандасса, оған Алла 10 жақсылық жасады екен. Соның 9-ы біріншісіне болып жазылған. Қалған біреуі екіншісіне. Қараптан 10 жақсылық алып мөшерде тұрды. Жарадың. Нағыз мұсылман міне. Оқығандығын білініп көрініп тұр. Мұсылман сен сияқты болу керек. Жарадың. Қай жердің баласың? Машалла. Әлімі бар бала болып шықтың ғой сен. Тіл білетін бала болып шықтың ғой. Машалла. Оқыған жақсы оқыған екенсің, бірақ қай сөз қай жерде қолданатын үйренбепсің ғой. Жақсы ғой балам. Машалла деген бұл Алланың қалауы солай болған деген. Оны бір қуанышты жағдайда айтады бала. Алхамдулилля деген Аллаға шүкір деп.
Енді Ашта Біралла деген Алла кеші деген сөз. Енді Субханалла бар, Алла пәк деген. Қазақшасын айта берсең болады саған балам. Мен жүре береймін, Қай ауылдың баласысың балам? Қай ауылдың баласысың? Ауыл? Қай ауылдықсың? Жақтық. Қай жақтықсың? Алыстан. Алыстан деген ауылдан ба? Бәйдібек жақ қой. Бәйдібекті білемін ғой, Бәйдібек деген өзіміз мына тұрған жер. Сайрам жақ қой. Сайрам? Міне жердегі Сайрам ба? Сайрам қай жерден боласың? Айналасың бей. Таудан түсесті былай. Осы. Алыста дейсің. Машат жақ қой, Машат. Машат дейсің ба? Машат деген. Машат деген Машат деген таудан түскен жер ба? Өзіміздің бала болып шықтым ғой. Мен 2 жыл сол Машатта жұмыс істегем. Анау көшеден кіргенде Абдрахман деген шал бар еді ғой. Светлаков деген комбайншы бар еді бір орыс. Сол қай көшеденсің? Танымың керек сенде. Көше ма? Қай көшеде тұрсың? Білмеймін, біз кішкентай кезімде көшіп кеттік ол жақтан. Мен кішкентай болғам, есім білмеймін, көшіп кеттік. Әкең атың тану керек пе? Танитын шығармын. Әке шешем қайтыс болған мен. Имандың осы. Аты кім еді? Қайтыс болған кісінің атын атамайды дейді ғой. Алла. Қанша жыл молда болып істесем де, қайтыс болған адамның атын атамайды дегенде естімеппін. Ал енді шешіп болам, бірақ енді атың кім сен? Арманчик. Карманчик? Кім? Кім деппін ғой? Арман деген. Арманчик дейсің. Өзің не қызмет жасайсың балам? Қандай қызмет қой? Қандай қызмет? Көп қызмет. Осы жердің тыныштығын қараймын. Дұрыс, Алла береке берсін. Тыныштық қарап. Бір өтінішім болып тұр балам. Айта бер. Мен мына базарға тез кіріп шықсам, сен анау айғырды көрдің ба? Жирен айғыр. Анау байлап қойдым. Соған көз қырын сала тұршы. Мен базарға тез кірем де шығам. Жарай ма? Бол. Бол. Тез байқа, бірақ айғыр асау. Анау артына кішкен не болып қалды бала? Ай бала. Не болып қалды? Көзім қырым салып тұрмын ғой. Жоқ енді қатты олай салмай-ақ қой, ара-арасында салып тұрсаң болады. Бол. Тез шығам балам. Осы жерден лақтыр. Рахмет, айналайын, өмірің ұзақ болсын. Ден сау болсын. Ақымақ, қайда кетіп қалдың дейін? Мені лақтырып, басың істеме, мен қайда істеп кеткен білесің бе сен? Ауылдың кісісі ғой анау, мен таниды ғой. Кім ол? Ауылда баяғыдан бері молда болып келе жатқан кісі ғой, қазір ауылдың қадірлі ақсақалы ол. Молда ма, прокурор ма? Молда кісі оған. Әрең құтылдың ғой, арабша бірдеңелерді айтады. Әйтеуір турецкий сериалдан көргенімді айтты, машалла бірдеңе деп ше. Құтылып кеткенсің ғой, бүйтіп, жаным қайнап. Көктер шықты ғой кәдімгі. Уақыт алмайды, бар жүгір. Бар да атының жүгенін шешіп әкел, сақ жіберейік, тез. Теспей-ақ қойық, сол атаға теспей-ақ қойық. Ата емес, атын деймін. Атына да атаға да теспей-ақ қойық, өтініш, мен ауылдың кісісі ғой, ұят қой мен үшін. Ой, тормыз, өзім-ақ барам ей. Сен жұмыс. Арманчик, теспей-ақ қойықшы, өтініші. Арманчик демей саған. Теспей-ақ қойық. Мә, қанша барды сатып кеш мә? Сатып кеш? Сатпаймын мен. Айттым ғой мен саған, алмай-ақ қойшы, теспей-ақ. Не істейсің ол жүрген? Ақша болады, мақсат, не болды саған? Өзім мақсат әнде. Адам мен сен сұр. Түк істемейсің. Аты кетіп қалса қайды. Тұр. Кеш қой. Шта, балам. Тоқта. Жүгеніне кетіп баған ба деймін, боссы ғой. Байла, тоқта, тұр. Бол, байлап. Балам маған тез. Бар, жүгірші. Байлап қойдың ба? Маған жүгіріп бар. Бір жүген қараш базардан балам айналайын. Боса, бір жүген әкеп кеш айналайын. Бол. Ата, кетіп қалмасын. Ой, мына жүген. Жүгеніне кетіп баған есі мұна. Әкеш жүген. Ей, сатам. Қанша? 1000 теңге. Мә. Атам емес. Саудыра достық жоқ. Атам емес сол. Давай. Ата. Сал. Міне, дұрыс болды. Ой, мынау мен жүген ғой.
Ya mına men жүгөнім бай. Базардан алдың ба? Иә, базарда жаңа біреу сатып жүр екен, кімге жүген керек деп сосын аласам. Айналай. Бұйырған кетпеп, жүгірген жетпейді деуші. Бұйырған екен ғой, өзірліктен. Сен жүзін танысып балам. Сен біздің ауылдың баласы емессің бе? Жайлаудың баласымын ғой ата. Сен мақсатсың ба? Айналайын балам. Қалай жағдайлар? Жақсы. Қалай? Жұмыстарың қалай? Жақсы. Бәрі аман ба? Жақсы ата. Дұрыс айналайын балам. Әйтеуір әкеңді көріп тұрам. Алла жарым olsun өзің. Әйтеуір кішкірім қолыңмен әйтеуір бір нәрсе істеп, тірлік істеп еңбек етіп жатсың. Айналайын, өмірің ұзақ болсын. Аман болайын, Айшыра. Денің сау болсын. Рахмет. Сол әкемнің еміне ақша іздеймін деп шығып кеткенім ғой, көке. Мен айтпай қойшы ауылдағыларға бұл жақта жүр деп, жұмыс істеп жатыр деп. Енді жұмыстың не айыбы бар? Жұмыс деген қолдан келсе еңбек ету керек. Еңбексіз болмайды. Енді базарда жүр деп айтпай қойсаңызшы. Базарда жүргенде жаман жұмыс істеп жүрсің бе? Дұрыс тірлік істеп жатсаң, оның айыбы несі бар? Не жұмыс істеп жатсың? Мен осы жерде тыныштыққа қарап ары бері жұмыс істеп жүрмін ата. Дұрыс қой, әйтеуір тыныштыққа қарасаң, ол да жұмыс. Еңбек қой ол да. Алла жар болсын айналайын. Әкеңнің қолында қазір аяғы да сенсің. Еңбек ете бер, ата-анаға қызмет ет айналайын. Әкеге қызмет етуде ертең сол бәлки сол амалың үшін жұмақтың төрінде боларсың. Алла жар болсын айналайын. Еңбегің жарсын. Шығар қалтаңдағы, қалтаңдағы шығар. Ештеңе жоқ қалтамда. Тағы не ұрлады, Ештеңе жоқ қалтамда. Сені не ұрлады? Не ұрлады сені? Айфон мен банковский карточкамды. Айфонды шығар, айфон. Жоқ, ешқандай айфон, телефон. Тұрғы мұны, шығарсың ба, не мұны? Айфон мен карточка ғой. Ұрласың ғой, намасызсың? Болды мұны. Көке сізден не ұрлады? Баламның оқуына деген 22 мың теңгемді жым қырып кетті. 15 мың, 7 мың теңге жетпейді енді. 7 мың теңге, қайда? 7 мың қайда? Бағана беріп кеткен ол. Қашан? Оны сен берген жоқсың, ана бала берді ғой. Мақсат айтсайшы кім берді? Иә, бердім. Алла, мынау. Ой, бағана, шынымен карманчик болып шықтың ба сен сон? Ұрлықшы ғой. Арманчик деп. Ой, айналайын. Алла. Не болды көке? Сіз де зарға қысады ма, не бірдеңе ұрлады ма? Жоқ, мыналарды мен салыстырғанда мен түк емес. Мен таң қалып тұрған. Базарға кіріп келе жатып осы балаға көзінің қырын сала тұр деп, ана айғырға қарай тұршы деп базарға чап беріп кірдім. Ұзақ жүріп қалғаннан кейін ол ұят болды осы бала. Таңертең кешке дейін осы жерде қызметте қойды. Қалтамнан 1000 теңгені алып берсем, осыған бере қояйын деп дайындап шықсам, аттың жүгені де жоқ, мына бала да жоқ. Сөйтсем, ол бәрі бұйырған екен ғой өзіне. Бұйырған кетпей, жүгірген жетпейді дейді. Алланың беретін ризығы біреу ғана. Оны алатын 2 жол бар екен. Біреуі адал, біреуі арам жол екен. Аллаға сабыр етіп, барып адал жолмен алуға бар. Ал енді сабыр етпей, асығыстық қылып, арам жолмен алуға бар. Мына 1000 теңге саған адал болып келе жатыр еді, өзің арамға барсың деп бала. Адал істеу керек, балдар. Айналайын, Мақсатжан, сен қайдан танисың бұл бала? Енді, ата, кешіріңізші, әкемнің дәрі-дәрмегіне ақша керек болғаннан кейін шақырған ғой, жұмысы бар деп, ақшасы жақсы деп, сосын келген ғой қасына. Қорлық түбі қорлық деген балам. Адал еңбекпен адал ас табу керек. Алла тағала қасиетті Құранды өзі айтқан. Біздердің берген ризықтарымыздан ең жақсын, тазасын жеңдер деген. Кім мұсылманның мұсылманға қол салатын болса, оған Алла тағала жұмақты харам қылады. Тозаққа тастайды деген. Адал кәсіппен айналысу. Адал іспен айналысу керек балам. Негізі адалмын мен. Жүрегім таза мен, ата.
Жүрегім таза мен. Жүректегі сыр Аллаға мәлім. Сыртындағы қылығың амал емей немене. Кісі ақсын көп жеген арам емей немене деп Бұхар жырау тура сен сияқтыларды айтқан екен ғой. Кім? Бұхар дейін, Бұхар жырау. Қай Бұхар? Қайсысы мен танимын? Базарком Бұхар. Қайсысы ол мен жерге айтып жүрген? Өй, мұна мен не дейін, домбырам не дейін. Бұхарды танымай тұрғаннан гей сен пайғамбарды айтсам талайын деп тұрсың ғой сен. Қайда кетіп барамыз? Арамнан тапқан түйеден гөрі адалдан тапқан түйме артық бар. Біліп қой. Қазіргі заманда адал ақша тауып жүрген адам жоқ қой, шыны керек. Бәрі арам жолмен табады ғой, оның несін жасырамыз. Қазір мынау да менің үстіме ақша сындырайын деп тұр ғой. Мен саған не дедім мен? Алып жауап тұрсашы. Сен ішке барғасын сұрайсың ғой да мен. Бірдеңе сұрадым мен сенен? Тұршы адам, настроение жоқ кезінде өзі. Не настроение жоқ? Жезлді мен ба не алып қойған? Жезлді не қатысы бар еді? Участковыймын ғой мен гаишник емеспін. Кешір. Тәуекел етіңдер, ей балалар. Тәуекел ет. Бісміллә деп адал іс бастаңдар, Аллаға тапсырыңдар қалған. Кім тәуекел етпей, сол мұратқа жетпейді. Хазіреті Омар, Алла разы болсын о кісіге. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның бір хадисін жеткізеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам, міне, әлгі хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам, сендер егер Аллаға шынайы тәуекел етсеңдер дейді, таң ертең аш шығып, кешке жем сауы тойып қайтатын құстар секілді ризықтандыратын еді сендерді Алла дейді. Құстар таңертең үйінен ұясынан ұшып шыққанда не жұмысы жоқ, не алатын айлығы жоқ, не қарызға ақша алмайды, Ешкім оған кредит бермейді. сонда да Алла олардың ризығын тоқтатпайды. Жемсау тойып қайтады. Біз кейде сол торғай секілді тәуекел ете алмаймыз ғой сол. Кешіріңіз, ақсақал, қайталанбай. Шын жүрегіме кешірім сұрап тұрмын. Кешіріңіз, мен де кешіріңіз. Менен немнен кешірім сұрайсың? Алладан кешірім сұраңдар. Сен немеге кешірім сұрап тұрсың? Менде де бар ғой мен ұстарлы. Істеген күнәлар барсың, Алладан кешір. Ол немнеге саған айтып тұрмайды? Басым бұғатыр. Бала жүр, бөлімшеге кетіп жүр. Ақшаға мен мынаны алып кетейін, өзім сөйлесем. Жүр. Көп кешірім сұраңдар. Жезл неге алып қойшы мен? Ақсақал, мен де сізге рахмет айтайын деп тұрмын. Тәуекел туралы бір күшті айттыңыз негіз. Дұрыс қой, тура мен айттыңыз негізі бар ғой. Неге? Тәуекел. Сол тәуекел етуге батылым жетпей, қайта жаңа барып кредит ақ қоятын әдетім бар мен. Ол деді, осыдан кейін алмаймын. Жетсе уәде берейінші сізге. Көп рахмет сізге. Банктер банкрот болып қалмасын сен бармай қалма. Жақсы, Алла жар болсын. Алла жар болсын. Ал Мақсатжан. Жүр, ауылға қайтайық. Ата кешіріңізші мен, Сізге қарауға бет жоқ, шын айтайыншы. Шынды айтсам, ұялып тұрмын, ата. Соңғы кезде проблема болып кетті, ата. Сіз бара беріңізші. Мен артыңыздан барам, жүре беріңізші, ата. Жүр, мінгесіп бірге қайтамыз. Ала кетейік. Ата, шынды айтайыншы, соңғы кезде проблема көйіп кетті, ауылда әкем ауру. Жұмысында анау проблема бір шешімі таппай кетті, шын айтайыншы. Сосын келген ғой мына жұмысқа. Кешіріңізші, ата. Тоқташ, мен саған бір кітап берейінші, мынаны ал. Осыны оқышы. Бұл қандай кітап? Көбірек оқы. Бұл адамзаттың асыл тәжі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның өмір жайында жазылған кітап. Осыны көбірек оқы. Сол кезде сенің өміріңдегі барлық проблема түйіндерің шешіледі өзі-ақ. Әрбір адам, әрбір мұсылман пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өмірін білу міндет, жақсы көру парыз. Егер оны жақсы көрмесек, өзіміздің жанымыздан артық жақсы көрмесек, иманымыз толық болмайды екен бар. Сондықтан сенің барлық проблемаң, сен кімсің, қайдан келдің, қайда кетіп барасың, осы сұрақтарға жауап таппаған. Осында жұмыстан бата береді.